2025 жылдың 24 сәуірінде елордада Қытайды зерттеу орталығы ұйымдастырған жаһандық экономиканың өзгеру аясында Қытайлық жаңғырту атты халықаралық семинар өтті. Экономика, геосаясат, медицина және құқық саласының сарапшылары Қытайдың әлеуметтік рөлі мен Қазақстан үшін ашылар мүмкіндіктерді саралады. Семинардың ашылуында орталық директоры Гүлнар Шаймергенова Қытайдың технологиялық егемендікке, экономикалық тұрақтылыққа және ішкі экономиканы дамытуға бағытталған стратегиясын атап өтті. Қытай моделі тұрақтылық пен инновацияның үйлесімі. Бұл Қазақстан үшін жаңа ынтымақтастық бағыттарын ашып отыр, деді ол. Қытай Халық Республикасының елшілігінің кеңесші елшісі Син Фанфан ханым Қытайдың жоғары сапалы дамуға ұмтылысын, көкжақты саудада бейілділігін атап өтті. Қазақстанды бір белдеу бір жол бастамасындағы негізгі серіктес ретінде атады. Семинар Қытай мен Қазақстан арасындағы стратегиялық әріптестікті нығайтуға және жаңа бастамаларға жол ашуға бағытталды.